Қайырлы күн, менің сүйікті де сүйкімді оқырмандарым. Сіздермен бірге мен Малика. Көптен бері YouTube арнаға шыққан жоқпын, сол үшін сіздерден кешірім сұраймын. Бүгінгі күннен бастап қолға алуға тырыстым. Бүгін біз сіздермен тауықты осылай тұтастай пісіретін боламыз. Ол үшін бізге дайын приправа қажет. Бағасы осындай 460 теңге. Кез келген дүкеннен сатып ала аласыз. Және жоғарғы жағында осындай пісіруге арналған пакеті болады. Осындай барын алғандарыңыз ыңғайлы. Енді мен тауықтың құры өзін ғана емес, оның жаңа тағы да көкөністер қосқым келіп тұр. Мен картоппен сәбіз қосатын боламын. Енді оны ашып алайық. Сіздер оған помидор, болгар бұрышын, тәтті бұрыш қоссаңыздар да болады, өз еріктеріңіз. Енді картопымыз бен сәбіздерді тураймыз. Өздеріңізге қалаған ұнайтын формада турай берсеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз. Былай. Мен осындай үлкен қылып турай берем. Былай. Ал сәбізді былай тураймыз. Енді достар, бізде ең басты этап. Енді тауыққа приправамызды себетін боламыз. Мен тауықтың ортасынан бөліп алдым. Көбінесе рецепттарда тауықтың ортасы құрғақ болып қалады. Сол себептен ортасынан бөліп алдым. Енді приправаны себеміз. Енді аударып, үстіне де себеміз. Енді картоп пен сәбізіміздің үстіне тұз себеміз. Енді араластырамыз. Және де ең соңғы этап барлығын мына кішкентай целлофанға саламыз. Мінекей, салафанымызды ашып алдық. Енді тауығымызды саламыз. Енді жан-жағына картоптың сәбізін саламыз. Және де морозильниктен осындай қызыл тәтті бұрыштарды тауып алдым. Мен осыларды жазда қатырып қойған болатынмын. Қыста қолданғанға өте ыңғайлы. Сіздерге де кеңес беремін. Өстіп, жан-жақтарына қойып жібереміз. Енді салафанымыздың бетін жабамыз. Ол үшін арнайы осындай затты салып қойған. Қазір сіздерге жабу жолын көрсетем. Ең бірінші осылай салафанның барлығын біріктіріп аламызды. Шетінен кіргіземіз. Кіргідір жерлері болады, сол кезге келгенде тіреліп қалады. Енді әр жерінен инемен тесіп аламыз. Енді біз осы салафанмен пеште пісіретін боламыз. 200 градуста 1 сағат немесе одан да көп болуы мүмкін. Өздеріңіздің пештеріңіздің ыңғайы бойынша. Сонымен достар, біздің тауығымыз өз суында пісті. Менде ровно 1 сағат пісті. Картошкасын қараңыздар, ортасы толықтай піскен, жұмсақ. Мінекей, суын қараңыздар, біз майонез, қаймақ ештеңе қосқан жоқпыз. Сонда да өте сочный болып шыққан. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер.
және де комментарийға қандай тамақтың рецебін көргілеріңіз келеді, соны жаза кетіңіздер. Видеоның ең соңында сіздерге неудача шыққан дубльдарды көрсететін боламын. Ендеше бізге ас болсын. Сау болыңыздар. Көбінесе не ана жер? Спасибо. Да ё-моё. Тут трава, оказывается, еще есть. Уже. Я тоже что-то делать умею. Нашым қолым жұбанышына ағашытып бара жатыр қолымды. Енді бетін жабу үшін, ой. Не деп жатырмын ғой маған? Өзінің осындай үртік дейін ба?